сіздердің отырған орындықтарыңыздың артында арнайы стикерлер жабыстырған. Сол стикерлерге қарап, бірдей стикерлердегі отырған оқушылармен жұп жасаймыз. Кәнекей. Жұп жасаймыз. Қараймыз. Қанат мен ауыз. Зоология қараймыз. Уақыт бәрі тәмамдалды. Енді жұптық жұмыстың дұрыс жауабын білу үшін сағат тілі уақытымен жұптарды бағалайық. Қағазымызды алмастырдық. Енді тақтада дайын жауапты біз үлгіге аламыз. Мінекей. Тақтада дайын жауапты. Айқын мен Жаннұрдың жұғында мынандай қателікке жіберіпті. Катанинстің тақ функция екенін ескермеген екен мына жерде. Байқаусыздар ма? Мына жерде міне дискриптор сөз қойдым ғой. Соған назар аудару керек. Айқын Жаннұр мына жерде. Яғни берілген функцияның жұптығын тақтығын ескере отырып, осы бұрыш қай ширекке тиесілі? Мен жаңа айттым ғой, альфа бұрыштардың барлығы сүйір бұрыш деп. Соны ескермеген, сондықтан қате кетті. Бір қатесі бар екен. Осыны келесі сабақта ескеруіміз керек. Түсінікті ма?